Мінекей, неге деген сұраққа жауап іздеуге тырыстық. Алдағы уақытта да бұл сұрақтар туындайды. Біз әлі де болса жауаптарды қарастыратын боламыз. Және де сіздер білмейтін қызықты дүниелермен дәл осы бағдарлама аясында бөлісуге дайынбыз. Әдеттегідей өрімтал бағдарламасына жас өрендеріміз, өнерлі, жан-жақты жастарымыз таныстыруға әзірміз. Қазір 21 ғасыр, заман талабына сай болу керек, яғни бәсекеге қабілетті бола білу керек ең бастысы. Бәсекеге қабілетті оқу ордаларында білім алатын жастар әрқашанда биік шыңға жететіні белгілі. Ендеше бүгін бізде қонағымыз келіп жетті, жақынырақ таныс болайық. Қонақта Әйгерім Жармағанбетова. Қош келдің. Рахмет, сәлеметсіз бе? Көңіл қалай? Жақсы. Сенімен жақынырақ таныс болайық. Жасың нешеде, қай мектепте білім аласың? Мен жасым 17-де. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде 12-ші сыныпта оқып жүрмін. Қазіргі уақытта 12-ші сыныптасың, мектеп бітіруге жақын қалды. Иә, кішкене. Өте жақсы. Енді сабаққа оралатын боламыз. Ең бірінші бағдарламамызға қош келдің. Сені қол өнерші ретінде ұсынып, дәл осы бағдарламаға шақырып отырмыз. Осы қол өнері қалай бастау болды? Қайдан білдің, қайдан естідің? Иә, жалпы мен өзім кішкентай жастан бері өзім сурет салуға құмар болдым. Сол себепті осы мектепке келгенде осы қол өнер шеберлігіне өте қызыққанмын. Сол себепті осы үйірмеге баруға шештім. Және де біздің осы үйірменің жетекшісі Баян Жолдыбаевның арқасында ол мен бір шеберлігімді көріп, өзі оны дамытып, оған өте ризамын. Бүгінде әлі күнге дейін айналысудасың, қол өнер студиясында әлде қалай? Жалпы мен оқу мен шеберді бірге алып жүрсің, қиын емес па? Екі жақта да? Иә, кейде қиын болған, бірақ оған қарамастан мен өнерге деген талпынысым көбірек. Қазіргі уақытта енді 12-ші сынып оқығаннан кейін сен жоғары оқу орнына дайындалатын белгілі. Демек, сабаққа басты назар аударылады. Өнер, спорт, тағы екінші орынға қалып қойып жатады. Осы тұрғыда бос уақыт тауып жатасың. Қол өнерге ұмытып қалмау үшін ептілік керек шығар, иә? Иә, мен ойымша бұл әр адамға байланысты. Себебі егер де сен деген өнерге деген махаббатың болса, енді ешқандай да оқу оны алмастыра алмайды. Қол өнерді сурет салудан бастадың, е? Қиын болған жоқ па? Тоқыма тоғу, жіптермен жұмыс істеу деген сыңайлы? Шын айтсам жоқ, себебі мен үшін өте қызықты болды. Және де жетекші бізге көп көмек беріп, анда-санда бізге бір көмек берген. Жалпы мұғалімнің арқасында былайша айтқан кезде қазір уақытта сен қол өнерді жақсы дамытып үйреніп алдың, е? Бір картинаны дайындау үшін қанша уақыт керек? Жалпы енді жай сурет салу үшін мен ойымша бұл шамасы бір апта алады, бірақ жалпы егер де мен осы кілемдерді тоқсам, бұл бір жылға да созылуы мүмкін. Ол суретке байланысты демек, е? Жоқ, бұл жалпы мен уақытыма байланысты. Демек адамның өзіне тікелей байланысты. Бір аптада, бір айда, бір жылда да атқарып шығуға болады. Иә. Сен үшін ең оңай, я болмаса ең жеңіл болған жұмыс болды ма? Мен үшін ең жеңіл болған жұмыс бұл батикпен жасаған жұмыс болды. Мен оны бірнеше күн арасында бітіріп шықтым. Алайда мен ең сүйікті жұмысым бұл тұлпарлар және көрпелер. Ол үшін мен шынымен де бір 2-3 жылдай уақыт өткіздім енді. 2-3 жылда демек осыларға кетірдің, е? Иә. Қаншалықты қол өнер саған өзінің пайдасын тигізеді? Бұл сені хоббиің бе, сүйіктісің бе әлде қалай? Бұл мен үшін хобби сияқты болып табылады. Себебі мен өкінішке орай өнер мектебін бітірген жоқпын. Сол себепті енді мен оны өте ұнатамын. Бұл демек қосымша ретінде сен үшін, е? Уақыт өткізу үшін, яғни бос уақытта пайдалы өткізуге. Алдағы уақытта осыны жалғастырасың ба әлде қалай болмақ? Солай деп ойлаймын. Демек, бұл өзіңнің бір сүйікті ісіңе айналуы мүмкін, е? Мүмкін. Болашақта кім болғың келеді? Қандай маманда егер атағың келеді, мүмкін жоспарлар бар шығар? Жалпы осы күздің басында мен биоинженерияға талпынысым болды. Алайда мен бағаларына қарасам, бұл өте қиын. Жалпы мен түрлі пәндерді жақсы көремін. Мысалы, Қазақстан тарихы мен үшін өте қызықты. Осындай түрлі пәндер. Жалпы Назарбаев интеллектуалды мектебінде, зияткерлік мектебінде оқу кез келген баланың қолына келе бермейтін дүние. Яғни расымен шынымен алып қараған кезде оқу ордаларынан ең үздік, ең білікті, ең жақсы оқи алатын балаларды жинақталып, құрастырылған жер. Яғни болашақ елдің ертеңіне айналатын мамандарды дайындайтын, әзірлейтін мектеп болып есептеледі. Мектепте білім алу қиын ба, қалай болды бұл мектепке, сен қалай келдің?
Жалпы бұл мектепке мен өзім барғым келді, себебі мен отбасым керісінше оған қарсы болған. Алайда мен өзім білімге өте құштар адаммын, сол себепті өзімнің класстастарыммен осы мектепке түскенмін. Алайда осы мектепте білім алу өте қызықты болғандықтан оны өте қиын деп санамаймын. Бұнда мен ойымша бұның барлығы адамға байланысты болады. Дәл қазір сен тамашалап отырған мектеп оқушылары бар, 8-ші сыныпқа келген, яғни мектеп ордасын ауыстырып, өзінің білім деңгейіне сай, оларды Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түскісі келеді. Берер кеңесің қандай? Ең бастысы бұл қобалжымау. Себебі егер де сен шынымен де талантты және ақылды болсаң, сен бәрібір оған түсесің. Түспесең де, мен ойымша бұнда ештеңе жоғалтпайсың демек, демек өзің үшін бір жақсы сабақ болуы мүмкін. Қолөнер қаншалықты үйде қолыңа алып, кесте тігіп, сурет салып отырасың? Қаншалықты уақыт тауып отырсасың жалпы? Шын айтсам, оған дейін уақытым көп емес, бірақ демалыста енді сурет салуға тырысамын. Бір күнің қалай өтеді сен? Қазіргі жағдайға байланысты бізде онлайн оқу болып оқу. Сондықтан да мен түске дейін осы сабақтармен айналысам, одан кейін мен осы университеттерді қарап, жалпы басқа университетке түсу үшін көп ақпарат жинау жинаймын. Енді сонымен 12-ші сынып тәмамдалып қалды, бітуге жақын қалды, жалпы дайындық қалай болып жатыр? Қазір уақытта экзамендер, емтихандар болатын белгілі? Иә. Дайындық қалай? Дайындық мен ойымша орташа, себебі шынымен де онлайн оқып және де осы емтихандарға дайындалу өте қиын мен үшін, себебі мен өте еріншек деп айтуға болады. Сол себепті бұл енді мұғалімдердің жанында отырып сөйлеспегесін қиында болып жатыр. Бірақ сабақ процесінде білім алам деген адамға кез келген жағдай ешқашан қиындық тудырмайды деп жатады. Бірақ дегенмен де, біреу үшін білім алу қиын, біреу үшін оңай. Сен үшін бұл тұрғыда қалай? 50-ге 50 ме әлде қиындау ма? Кішкене қиындау. Алайда мен енді өзімді тартып осы білім алуға көп күш салам. Қосымша сабақтар болып тұра ма? Иә, жиі болып болады, себебі қазір бізде IELTS емтиханы күтіп жатыр. Сол себепті біз ағылшын тілін мұғалімдермен жиі кездесеміз. Ағылшын тіліне көзқарасың қандай сен? Бұл мен сүйікті тілім болып табылады, себебі осы жалпы енді мен үшін тіл деген бұл енді адамдармен қарым-қатынасқа орнату үшін өте қажет құрал болып табылады. Және де осы жақындану ғасырына байланысты ағылшын тілі өте өзекті болып табылады. Жалпы қолөнерге қайтадан оралайық, одан кейін де білім жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Қолөнер дейтін бұл ата-бабаларымыздың бағзыдан келе жатқан ауылдағы көрпеше мен қаладағы директордың кабинетіндегі креслоны жалғайтын бір тамаша дүние болып есептелетін құрылғы. Қолөнер болсын, домбыра болсын, жалпы қазақтың ұлттық өнері болып есептеледі. Қазіргі уақытта сен сияқты қолөнерге қызығушылық туындап жатқан жастар бар ма? Мектебіңде болсын, жалпы жан-жағындағы достарың қолөнер көзқарасы қалай? Иә, шын біздің мектепте көптеген балалар бар, осы өнерге құмары бар. Және де бізде кейбірлер осы суретші болғысы келеді. Ал достарың, ата-ананың көзқарасы ше? Өнерге қаншалықты қолдайды? Осы жағдайда мен ата-анам мені әрқашан қолдайды, сол үшін мен оларға өте ризамын. Мектептегі оқу білімің бар, қосымша сабақтарың бар, экзамен, емтихандарға дайындығың бар, қолөнермен де айналысып үлгеріп жатасың, бос уақыт бола ма? Жоқ. Шын айтсам, мен ойымша бос уақыт енді болмайды. Бірақ мен ойымша бұл жаман емес, себебі енді адам әрқашандай бір ермекке бейімделу керек қой. Басқа мектепте оқитын балаларды алып қарайтын болсақ, олар түске дейін сабағын оқиды, түстен кейін белгілі бір факультатив, яғни дайындық сабақтарын жүргізеді. Одан кейін бос уақыт жеткілікті, кешке олар қыдырады, кездеседі достарымен, тағы да. Сіздер қалай өтесіздер, қалай көңіл-күйлеріңізді көтересіздер, қаншалықты достарыңызбен кездесуге тырысасыздар, әлде сіздердікі жоқ, біз білім оқимыз деп қана жүрсіздер ме? Енді қазір 12-ші сынып болғандықтан біз шынымен де достармен өте сирек кездесеміз.
келеміз. Бірақ мен ойымша мүмкін осы мектепті бітіргеннен кейін біз достармен жиірек кездесіп, уақытты бірге өткізе аламыз деп ойлаймын. Жалпы ұстаздың өнерге болсын, білімге болсын, пайдасын тигізе алатындығын сен өзің сезініп көрдің бе? Қаншалықты ұстаздың пайдасы бар? Қол өнерде болсын, басқа бір дүниелерде болсын. Мен ойымша енді ұстаз деген бұл шынымен де өте маңызды. Себебі мен ойымша мүмкін 80% біз жалпы адамның білімге деген талпынысы осы мұғалімге байланысты болады. Сен Назарбаев зияткерлік мектебіне өзім түсемін деп шешім қабылдаған екенсің, бірақ дегенмен де бұл мектеп жайлы ақпаратты қайдан алдың, кімнен білдің? Мүмкін сен оқыған мектептен мұғалімдерің ұсыныс жасады ма, әлде қалай болды, әлде жанды жолдастарың, достарың осы жаққа түсіп көрейік деді ме? Біздің мектепке бір осы Назарбаев зияткерлік мектебінен белгілі бір мұғалім келіп, осы мектеп жайлы бір жарнама жасаған. Содан кейін біз достарымен осы мектепке түсуге шештік. Барлықтан ұсыныңыздар ма? Иә. Барлығыңыз қазір? Жоқ, бірақ енді көбісі деп айтуға болады. Қазіргі уақытта барлығыңыз бірге енді бітіргелі жатсыздар. Мектепте білім алу қаншалықты қиын, кейбір шыдамай оқудан шығып кететін кезеңдер болып тұра ма? Иә, жалпы бұл жиі кездеседі. Өйткені бұған не себеп болуы мүмкін? Бұған осы мен айтқандай оған дейін уақыттың аздығы және де мұғалімдердің бізден көп талап етуі мүмкін болады. Демек балаға да байланысты, кейде жалқаулық басып қалса, сабаққа оқымай қойса, оны мектептен шығарып жүру әбден мүмкін. Жоқ, көптеген жағдайларда олар өздері кетеді, себебі олар енді осындай, қалай айтсам, өнерге талпынысы бар адамдар Назарбаев зияткерлік мектебінде мүмкін қиындау. Иә. Себебі бізде мектеп көбінесе осы ғылымға үлкен. Демек, интеллектуалды жағынан атназация мектеп болғаннан кейін ғылымға аса назар аударады. Ғылымға сенің көзқарасың қалай? Жалпы мен ойымша бұл әр адамға қызықты болмауы мүмкін, себебі енді ғылым деген бұл басқа бір сала мен үшін. Дегенмен де осы ғылым дамуы өте маңызды. Дәл қазір мына жерде біз диплом, марапат қағаздарын көріп отырмыз. Тоқтала кетсең, не үшін, қайдан келген марапаттар, менеке қол өнер туралы да көріп отырмыз. Тоқтала кетсең. Енді осы марапаттардың жартысы бұл дүниежүзілік тарихынан байқауларға қатысқан грамоталар, оның басқа грамоталар олар осы өнерге байланысты. Мысалы, мына екі марапат олар түрлі байқауларға қатысқаннан кейінгі жеңімпаз атанған. Жалпы дүниежүзілік тарих, Қазақстан тарих деп айтып жатсың, сүйікті пәндерің болып есептеледі, солай ма? Иә. Дәл осы пәндердің арқасында бір жоғары оқу орнына түсу ойда жоқ па? Мен ойымша жоқ, себебі бұл менің көбінесе енді маған енді бір хобби сияқты болған. Демек, сүйікті пәнің, иә? Тағы да қандай пәндерді ұнатасың? Жалпы маған биология пәні, националь және де химияда қызықты. Ағылшын тілін жақсы меңгерудесіңдер, кез келген мектеп оқушысы меңгеруге міндетті қазіргі уақытта заман талабына сай болу үшін. Яғни бұл шетелдегі жоғары оқу ордаларына түсу үшін бір мүмкіндік ашатын тамаша құрал. Жаңағы айтқан IELTS-тің өзі де, егер тапсырып жатсаң, мүмкіндік есік айқара ашылуға дайын. Шетелге оқуға түсемін дейтін бір ой пікірлер туындаған кезеңдер болды ма? Енді осы мектепке түскеннен кейін, осы 7-ші сыныптан бастап сол туралы ойлаудамын. Себебі мен ойымша шетелдегі оқу бізге белгілі бір мүмкіндіктер бере алады. Және де осы шетелден кейін отанымызға оралып, жалпы түрлі салаларды дамытуда мүмкін біз бір үлес қоса алатынбыз. Егер шетелге оқуға түсіп жатсаң, бұл қандай жоғары оқу орны болуы мүмкін? Мен жалпы Еуропа елдерінің университеттерін қарап жатырмын. Бұл қай елдер? Мүмкін Италия, немесе Германия, және тағы да басқа. Оқуға түсем деген адамға қазір уақытта мүмкіндік бар. Демек, дайындық қажет, солай ғой? Иә, ең бастысы дайындық және де осы документтерді жинау өте қиын болып табылады. Құжаттарды жинау басты назарда. Қол өнер сенің ойыңша алдағы уақытта дамый ма, әлде керісінше ұмыт бола ма? Әрине дамиды, яғни бұл егер де біздің Қазақстанды алсақ, мен ойымша біздің қол өнеріміз қарқынды дамуда. Бұның барлығы біздің жас ұрпақтың
көмегімен. Сенің артынан ерген әне сіңілдерің бар, мектепте болсын, үйде болсын, құрбы-құрдастарың деген сыңайлы. Қаншалықты қол өнер туралы оларға айтып тұрасың, қаншалықты ақпарат беріп тұрасың, айналсаңдар, қаншалықты пайдасы бар жалпы қол өнердің? Жалпы мен өз сіңілдеріммен сирек кездесемін, бірақ жалпы қол өнердің пайдасы үлкен, себебі бұл біздің қиялымызды дамытып, және де өз өнерімізді көрсетуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік желіге көзқарасың қалай? Ғаламторда отырасың ба? Инстаграм, ТикТок, тағы да. Мен ойымша бұл енді бір үлкен мәселе болып табылады, себебі біз кейде осы ғаламтордан мен шаршап, одан енді бас тартқым келеді, себебі ғаламтордағы енді әлеуметтік желілер біздің қалай айтсам енді ойымызды жаулап енді. Сен үшін әлеуметтік желінің пайдасы көбірек пе, әлде керісінше зияны ма? Кей кезде уақыт өте көп болатын сияқты әлеуметтік желі. Бір кіргеннен ұмытып кетіп, бір сабақтарды ұмытып кететін кезеңдер болды ма? Өте жиі болады. Әсіресе осы онлайн оқуға байланысты. Алайда бұл мен айтқанда адамға байланысты. Егер де сен осы әлеуметтік желілерді бір пайдаға асыра білсең, сонда бұл сен үшін өте пайдалы болады. Өте жақсы. Әйгерім, келгеніңе рахмет, саған сәттілік тілейміз. Өзің армандаған жоғарғы оқу орнына түсіп, еліңе жақсы адал ететін маман атануыңа тілектес. Біз қол өнерді әрине міндетті түрде тастама, әрі қарай дамытып жүре бер. Келгеніңе рахмет, саған сәттілік. Қадірлі телекөрермендер, бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Тізгінде болған мен Бағдат Тұғылбай. Әрбір үйдің төрінде Қостанай арнасы қосулы болсын. Сау, саламатта болыңыздар.